Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен және де амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Бүгін де бір бала тәрбиесі туралы сіздермен ой бөліскелі келдім. Мен ойлаймын, әдетте осы балаларға біз тәрбие жүргіземіз ғой. Сол алдын ала айту керек та, көп істерді мысалы алдыңда сен кезігетін көп істеріңді алдын ала оған айтып, мысалы классыңда мүмкін бір бала саған мынандай мәміле жасайды деген секілді. Мен көбінде үйде балалармен сондай бір кей кезде ойнаймыз да бір-бірімізбен. Мысалы саған бір бала былай деп айтса, сен оған былай жауап қайтар деген секілді. Солай тәрбиені алдын ала беріп қою керек екен деп ойлаймын. Енді соның пайдасын мен кеше осы Арланның классқа барып жолыққан бірісінен білдім. Өзім содан қуанып отырмын. Сіздерге соны бөлісейін деп отырмын. Алдында Арлан футбол теуіп ойнап жүрді да, сол футбол киімін алайыншы деп сөйтті. Жарайды деп тордан екеуміз көрдік. Көргеннен кейін ол өзі бір киім талдады. Қарасам ол киім де арзан, басқаларына қарағанда сондай екен. Сонымен балам мынау өзі арзан, өзі сен жақсы көріп тұрсың, осыны алайық деп алдым. Сонымен ол келген кезінде әкесі айтты, мынаның алдында мындай бір маркасы болушы еді, сол маркасы жоқ екен деген соң мен байқағам жоқ ол марканы. Енді Арлан өзі жақсы көрді, әмбе бағасы да лайықты болған соң ала салдық деп сөйттім. Жарайды деп Арлан мен жақсы көремін деп киіп алды да кеше кетті ғой мектепке. Сонымен кеште келіпті. Мама дейді, десем, арт жағымда отырған бір бала маған сенің андағы киімің сакс деп айтты дейді. Сакс деген енді жаман, андай тайцаугаула деген секілді мағына білдіреді. Сөйтіп айтты деген кезде мен таң қалып қарадым да, енді ой тәубе, күлдім әуелі. Тәубе, балам солай айтатын балалар бар ма екен енді деп. Сөйтіп едім, өзі де күліп жіберді. Сон мама, бірақ маған ол тәсір етпейді, мен жақсы көремін киімімді деп сөйтті. Сонымен балам, енді осындай істің болғанын маған айтқаныңа рахмет. Енді сен көңілің ауырады ғой, енді сондай сөзді естісең көңілің ауырады. Маған енді сол ойыңды бөліскеніңе рахмет. Енді одан кейін осы киімді сен алғашында өзің талдадың. Одан кейін қарасам бағасы да лайықты екен. Сонымен алдық. Менше бұл жап-жақсы киім. Осындай киімді таба алмай жүргенде балалар бар деп едім. Мама, сен бұрын маған айтқансың ғой, талай балалар бар ғой. Мысалы Африкада балалар бар, киім таба алмайтын, киетін, әуелі ішетін суы да жоқ балалар бар ғой. Оған қарағанда мынау әп-әйбат киім ғой, киюге келетін киім болса болды ғой. Мен жақсы көремін, мама деді да, ертесі және де киіп алып кете берді. Сонымен көңілім сондай разы болып, өзімнің алдын ала көп істерді айтатыныма разы болып солай отырдым. Сонымен сіздермен бөліскім келді. Сіздер де солай істеңіздер.